Ассаляму алейкум, сіздермен мен Айжан Айтқалиқызы. Бүгін сіздермен кереметке қысқа, ешқандай атылмайтын қызанақ пен қиярды қалай банкіге жабу керектігін үйрететін боламын. Ең алдымен біз суды қайнатамыз да, соған банкіміздің астына қақпақтарын, яғни крышкаларын бетіне банкыларымызды қойып булап қоятын боламыз. Бұл дегеніміз банкіні жақсылап жуып аласыздар да, осылай жаңағындай ішіндегі барлық нәрселерін өлтіріп осылай булайтын боламыз. Енді менің қызанақтарым өте үлкен емес, осындай средний дейміз ғой, енді орташа осылай жақсылап жуып тазалап алдым. Мына бетіндегі шөптерін алып тастаймын. Сіздерде де болса алып тастаңыздар. Енді өздеріңіздің қызанақтарыңызға байланысты. Одан кейін қиярды да жақсылап жуып тазалап, осылай екі шетін міндетті түрде алып тастайтын боламын. Кей адамдар алмай-ақ бүтіндей сала береді, олай да болады. Енді мен банкінің ішінде әдемілеп, әрленіп тұру үшін осылай хрен деген жапырақ болады, соның жапырағын пайдаландым. Қаласаңыздар қосыңыздар, жоқ болса қоспай-ақ қойыңыздар. Және де менде полугорки, яғни жартылай ащы бұрыш қосамын. Сонда менің қиярларым кішкене бір ашты дәмі болып тұрады да. Егер қаласаңыздар болгар бұрышын қосыңыздар, сіздер ащы бұрышты қаламасаңыздар. Одан кейін сарымсақ, чеснок міндетті түрде дәмі керемет болып шығады. Астына ең алдымен әскөк, кез келген зелень сала берсеңіздер болады. Одан кейін барып чесноктарымыз саламыз, одан кейін перецтеріміз саламыз, одан кейін қиярларымызды орналастырамыз. Егер сіздер де тағы да қосатын заттар, мысалы кейбір адамдар 40 қабат қосып жатады капуста, болса қоса беріңіздер. Немесе чисто қиярдан, немесе чисто қызанақтан жапсаңыздар да болады. Дәл осылай істейсіздер, ешқандай атылмайды, бәрі керемет болып, қыстың күні андай гүртілдеп керемет болып шығады ғой. Енді мен әдем болу үшін осылай перецтердің қызылында, жасылында пайдаланамын. Бәрін жақсылап салып алдым. Енді кәдімгі сақырлап қайнап тұрған суды осыған толтырып құямын да, әр банкаға жаңа қайнап тұрған крышкалардан алып, бетіне жауып, бір 5 минутқа қойып қоятын боламыз. Сіздер де солай істеңіздер. 5 минут уақыт өткеннен кейін бұның ішіндегі суды төгіп тастайсыздар. Немесе кейбір адамдар бұл суды қайтадан қайнатады да өзіне құйып жібереді. Олай да болады. Ал мен төгіп тастаймын да таза су құямын. Міне менің суым өздеріңіз көріп тұрсыздар. Кішкене сарғыштау болып шықты, ол аскөктен. Енді осыған қара бұрыш саламын. Сіздерде де болса салсаңыздар болады. Және лавар жапырағын қосамын. Оның дәмі деген, иісі деген керемет болып шығады. Қант қосамын. Қантымыз қараңыздар, үлкен 2 литрлік банкыға 2 қасық салам, ас қасық, кішкентай 1 литрлік банкыға 1 ас қасық салам. Және де тұзды да 1 ас қасық үлкен қып 2 литрға салам, жарты ас қасық жарты литрлік банкілерге салам. Және уксус құятын болам. Мен құрамына міндетті түрде жазып кетем. Мен аспирин таблеткасынан бір штугін салатын боламын. 2 литрлікқа 2 аспирин, 1 литрлікке 1 аспиринді салдым. Бұл банкінің атылып кетпеуіне сенімділік кішкене болсын да. Енді қайнаған суымды құямын да, банкімді жаба беретін болам. Сіздерде қандай жаңағыдай жапқыш құралы бар, сонымен өздеріңіз мықтылап тұрып жапсаңыздар болғаны. Сонымен біздің банкіміз дайын болып шыға келеді. Сіздер де жауып көріңіздер. Дәмі деген керемет болып шығады. Бір жасағаннан шығады, ешқандай да атылмайды. Ең бастысы тазалықты сақтап істесеңіздер болды. Бәрін қайнатып, жуып дегендей. Міне осымен бәрі дайын. Ас болсын. Каналыма тіркеліп алыңыз.